Сәлем достар, менің есімім Айткүл, мен химия пәнінің мұғалімімін. Бүгінгі біздің тақырыбымыз 10-шы сыныптың күрделі тақырыптарының бірі, бірінші тоқсандағы күрделі тақырыптардың бірі кванттық сандар, атомдық орбитальдар. Тақырыбымыздың оқу мақсаттарына тоқталатын болсақ, квант сандарының сипаттамасы мен мәндерін білу, электрон орбитальдарын толтыру ережелерін, минималды энергия принципі, Паули принципі, Хунт ережесімен танысу, алғашқы 36 химиялық элементтің электрондық конфигурациясын жазу. Енді атомның қалыпты күйінде энергетикалық деңгейлер мен деңгейшелердің электрондармен толуының өзіндік ережелері мен заңдылықтары бар. Сол заңдылық ережелердің бірнешеуіне тоқталып кететін болсақ, ең бірінші ол Паули принципі. Ол жерде бір атомда барлық квант сандары бірдей, екі электрон бола алмайды. Яғни, бір орбитальда 3 квант саны, бас квант саны, орбиталь квант саны, магниттік квант саны бірдей болуы мүмкін, ал спин квант санында өзгешелік айырмашылық болады. Бұл негізінен Паули принципі. Гунт ережесі, яғни Хунт ережесі. Деңгейшелерде электрондар алдымен бос орбитальдарды толтырады, яғни бір-бірден толтырады. Осыдан кейін ғана олар электрондарын жұптасып, электрон жұптарын түзеді. Бұл атомның тұрақты күйіне сәйкес келеді. Егер орбитальдардың энергиялары бірдей болса, электрондар олардың әрқайсысын алдымен бір-бірден толтырады. Яғни мына жерде дұрыс нұсқа А нұсқасы. Бұл жерде ең бірінші 1s2, 2 электронды толтырып тұр, 2s2, одан кейін 2p3 болғанда, ең бірінші 3 электрон әр ұяшыққа бір-бірден орналасып тұр. Ал келесі Б нұсқасында дұрыс емес, себебі 2p3 бірінші ұяшыққа 2 электронды орналастырып қойған. Ол жерде, яғни Хунт ережесіне сәйкес келмейді. Келесі Кричковский ережесі. Қалыпты күйдегі атомның электрондары орбитальдарды энергияларының өсу ретімен толтырады. Яғни алдымен энергиясы төмен орбитальдар толады. Келесі, мына жерде берілген, яғни Кричковский ережесі бойынша орбитальдардың энергиясының өсу қатары көрсетілген. Қарап өтсеңіздер, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d және 7p болып орналасқан. Демек, осы жердегі орбитальдардың энергиясының өсу қатары көрсетілген. Бұл заңдылықты энергетикалық диаграммадан да айқын көруге болады. Яғни электрондардың орбитальдарды толтыруы. Мына жерде диаграмма арқылы көрсетілген. Ең бірінші 1s, 2s, одан кейін 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p және 7s, 5f, 6d, 7p. Яғни, орбитальдардың энергиясының өсу қатары қалай орналасады, орбитальдар қалай толтырылады, сол жөнінде суретте көрсетілген. Келесі, атомдық орбитальдардың түрлері, яғни 4 түрі бар. S, P, D, F. Олардың әрқайсына жеке тоқталатын болсақ, S орбиталь сфералық пішінге ие және оның ең төменгі энергия деңгейінде орналасады. Әр энергия деңгейінде бір ғана S орбиталь болады. P орбиталь гантель тәрізді пішінде болады және бір-біріне перпендикуляр 3 бағытта орналасады. Px, Py және Pz. Екінші энергия деңгейінен бастап кездеседі. Оны біз білеміз. D орбиталь күрделірек пішіндерге ие және 5-ші орбитальдан тұрады. Үшінші энергия деңгейінен бастап кездеседі. F орбиталь өте күрделі пішіндерге ие, 7 орбитальдан тұрады. 4-ші энергия деңгейінен бастап кездеседі. Келесі элемент атомдарының электрондық конфигурациясы. Ол негізінен электрондық конфигурация дегеніміз электрондардың электрондық қабаты мен орбитальдарға таралып орналасуы, яғни атомның электрондық конфигурациясы деп аталады. Электрондық конфигурация, мына жерде бізге натрий атомның
электрондық конфигурациясы берілген. Яғни натрийда 11 протон және 12 нейтроннан тұрады. Электрондық конфигурациясы 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Барлығы 11 электрон бар. Энергетикалық деңгейлерде орналасуы: бірінші деңгейде 2 электрон, екінші деңгейде 8 электрон, үшінші деңгейде 3 электрон. Бор диаграммасы мысалында көрсетілген. Келесі, магниттік және спиндік кванттық сандардың рөлі. Магниттік кванттық сан дегеніміз m әрпімен белгіленеді. Ол магниттік сан орбиталінің кеңістіктегі бағытын анықтайды. Оның мәндері -L-ден +L-ге дейін өзгереді. Мысалы, p орбитальдар үшін L тең 1 болса, m-нің мәндері -1, 0, +1 болып, кеңістіктегі 3 бағытты көрсетеді. Ал спиндік квант сан деп отырғанымыз S әрпімен белгіленеді. Спиндік сан электронның өздік айналу бағытын сипаттайды. Оның екі мүмкін мәні бар: +2-ден 1 және -2-ден 1. Бұл электрондардың бір орбитальда қалай орналасатынын түсіндіреді. Әр орбитальда тек қана 2 электрон қарама-қарсы бағытта спинмен орналаса алады. Келесі, бірінші және төртінші период элемент атомдарының электрондық деңгейлерінің құрылысына тоқталып кететін болсақ, негізінен бірінші период элементтері атомдың электрондық құрылысы электрондардың энергетикалық деңгейлері бойынша таралып орналасуын, ал атомдың электрондық формуласы электрондардың деңгейшелерге орналасуын көрсетеді. Екінші период элементтерінің барлығының бірінші электрондық қабаты толған, және электрондары екінші электрондық қабаттың S және P орбитальдарын толтырады. Келесі, үшінші период элементтері. Олар атомдардың бірінші және екінші электрондық қабаттары толған, сондықтан үшінші электрондық қабаттары тола бастайды. Электрондар 3s, 3p, 3d деңгейшелерін толтырады. Төртінші период элементтері. Калий мен кальций атомдарында төртінші электрондық қабат пайда болады. 3d деңгейшесіне қарағанда энергиясы төмен болғандықтан алдымен 4s деңгейшесі толады. Кванттық сандардың химиядағы маңызы. Мысалдар түрінде келтіріп кететін болсақ, сутек атомы және көміртек атомын алып отырмыз. Сутек атомында тек бір электрон бар. Ол ең төменгі энергия деңгейіндегі орбитальда орналасады. Оның кванттық сандары: бас квант саны 1-ге, орбиталь квант саны 0-ге, магниттік квант саны 0-ге, спин квант саны +2-ден 1 немесе -2-ден 1-ге тең болады. Бұл 1s орбиталі деп белгіленеді. Көміртек атомы. Көміртек атомының 6 электроны бар. Олардың орналасуы 1s2, 2s2, 2p2 деп жазылады. Бұл оның 1s орбиталында 2, 2s орбиталында 2, 2p орбиталында 2 электроны бар дегенді білдіреді. Келесі, бірінші период элементтері. Яғни, біз жаңа айтып кеттік, бірінші және төртінші период элементтеріне тоқталып кетеміз деп. Бұл жерде бірінші период элементтері берілген. Сутек. Бір электроны бар. Электрондық сызба нұсқасы көрсетілген. Сутек атомның электрондық формуласы 1s1 және электрондық графиктік формуласы: бір ұяшықта бір электрон орналасқан. S ұяшығында бір электрон орналасқан. Келесі, гелий атомның бірінші электрондық қабаты аяқталған. Онда 2 электрон бар. Сутек және гелий S элементтері болып табылады. Бұл элементтердің S орбитальдары электрондармен толады. Яғни гелий элементі 2 электроны бар. Гелий атомның электрондық формуласы 1s2. Гелий атомның электрондық графиктік формуласы: 1s ұяшығында 2 электрон орналастырылған. Келесі, екінші период элементтері. Литий 3 электроны бар. Бірінші қабатта 2 электрон, екінші қабатта 1 электрон. Электрондық формуласы 1s2, 2s1. Электрондық график формуласы берілген. Келесі, бериллий 4 электроны бар. Бірінші қабатта 2 электрон, екінші қабатта 2 электрон. Электрондық формуласы 1s2, 2s2. Электрондық графиктік формуласы берілген. Бор 5 электроны бар. Бірінші қабатта 2 электрон, екінші қабатта 3 электрон. Электрондық формуласы 1s2, 2s2, 2p1. Графиктік формуласы берілген.
Көміртек 6 электроны бар. Бірінші қабатта 2 электрон, екінші қабатта 4 электрон. Электрондық формуласы 1s2, 2s2, 2p2. Электрондық графиктік формуласы көрсетілген. Келесі. Азот 7 электрон бар. Бірінші қабатта 2 электрон, екінші қабатта 5 электрон. 1s2, 2s2, 2p3. Бұл электрондық формуласы. Электрондық графиктік формуласы. Яғни 2p3 яршықтан тұрады. Ол жердегі 3 электрон бір-бірден орналастырылған. Біз жаңа айтып кеткен ережеге сәйкес келеді. Үшінші период элементтері. Натрий 11 электроны бар. Бірінші қабатта 2 электрон, екінші қабатта 8 электрон, үшінші қабатта 1 электрон. Электрондық формуласы 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Электрондық графиктік формуласы көрсетілген. Үшінші соңғы 3s қабатында 1 электронмен орналастырылған. Алюминий 13 электроны бар. Бірінші қабатта 2 электрон, екінші қабатта 8 электрон, үшінші қабатта 3 электрон. Электрондық формуласы 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Электрондық графиктік формуласы көрсетілген. Аргон 18 электроны бар. Бірінші қабатта 2 электрон, екінші қабатта 8 электрон, үшінші қабатта 8 электрон. Электрондық формуласы 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Электрондық графиктік формуласы көрсетілген. Келесі. Төртінші период элементтері. Калий 19 электроны бар. Бірінші қабатта 2 электрон, екінші қабатта 8 электрон, үшінші қабатта 8 электрон, төртінші қабатта 1 электрон. Электрондық формуласы 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 және 4s1. Электрондық графиктік формуласы көрсетілген. Келесі. Кальций 20 электроны бар. Бірінші қабатта 2 электрон, екінші қабатта 8 электрон, үшінші қабатта 8 электрон, төртінші қабатта 2 электрон. Электрондық формуласы 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 және 4s2. Электрондық график формуласы көрсетілген. Келесі. Скандий 21 электроны бар. Бірінші қабатта 2 электрон, екінші қабатта 8 электрон, үшінші қабатта 9 электрон, төртінші қабатта 2 электрон. Скандийдің электрондық формуласы 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Электрондық график формуласы көрсетілген. Яғни сол сияқты сіздерге тапсырма. Марганецтің 25 электроны бар екен. Сіздер енді оның электрондық формуласы мен электрондық график формуласын дәптерлеріңізге жазыңыздар. Келесі. 5-ші период элементтерінің деңгейшелері мына ретпен толады. 5s, 4d, 5p. Яғни ол жерде берілген элементтерде электрондардың секіру құбылысы байқалады екен. Ол дегеніміз кванттық сандар мен орбитальдар химиялық байланыстардың, мысалы коваленттік және иондық байланыстардың түзілу механизмін терең түсінуге негіз болады. Бұл жаңа қосылыстарды синтездеуге мүмкіндік береді. 6-шы период элементтері цезий мен барийде 55 және 56 электрондар 6-шы энергетикалық деңгейде, яғни 6s орбитальдарда орналасады. Келесі, қорытындылай келе айтарым. Кванттық сандар мен атомдық орбитальдар атомның түлін түсіну кілті. Кванттық сандар мен атомдық орбитальдар атомның күрделі құрылысын ашатын және оның химиялық мінез құлқын түсіндіретін негізгі құрал болып табылады. Атомның қалыпты күйіндегі энергетикалық деңгейлер мен деңгейшелердің электрондармен толуы Паули принципімен Хунт-Кличковский ережелеріне сәйкес жүзеге асады. Кейбір элемент атомдарында электрондардың секіруі байқалады. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Біз жаңа Паули принципі, Хунт ережесі, Кличковский ережесімен танысып кеттік. Енді сол ережелерге сәйкес біз ережелердің орындалуын
қадағалай отырып, мына тапсырмаларды орындап көрейік. Бізге мына тапсырма берілген. 3-8-де орналасқан электронның барлық квант сандарын анықтаңыз дейді. Яғни біз анықтаймыз. Бұл жерде бас квант саны 3-ге тең, көрініп тұр. Одан кейін орбиталь квант саны 2-ге тең. Магниттік квант саны біз орналастырамыз. Мысалы, 8-ші электронның қай жерде орналасқанын көрейік. Біз ең бірінші ережеге сәйкес айтып кеттік. Алдымен бір-бірден ұяшықтар толтырылады, электродтармен толтырылады деп айтып кеттік. Яғни біз бірінші орналастырамыз, 5 электронымызды орналастырып аламыз бір-бірден. Одан кейін төмен қаратып келесі электрондарымызды орналастырамыз. Сол кезде біздің 8-ші электронымыз мына 3-ші ұяшыққа сәйкес келеді. Демек, ол бізде 0-ге тең. -2, -1, 0, +1, +2. Яғни, бізде магниттік квант саны 0-ге тең. 3-8 электронында. Келесі спин квант саны -2-ден 1. Төмен қарай орналасқан. Яғни, біз 3-8-де орналасқан электронның барлық квант сандарын анықтадық. Ережеге сәйкестендірдік. Келесі 1s2, 2s2, 2p4. Осы электрондық конфигурацияда барлық электрондардың квант сандарын табыңыздар деп тапсырма беріліп тұр. Бұл жерде 2, 4, 8 электрон. Барлық 8 электронды кестеге белгілеп аламыз. Және мына жерге квант сандарының белгіленуін белгілеп алдық. Келесі бірінші электрон. 1s-тегі бірінші электрон бас квант саны 1-ге тең. Орбиталь квант саны 0-ге тең. Магнит квант саны 0-ге тең. Және спин квант саны +2-ден 1-ге тең. Келесі 1s2-нің екінші электроны. Бас квант саны 1-ге тең, бірінші деңгейде. Орбиталь квант саны 0-ге тең. Магнит квант саны 0-ге тең. Ал спин квант саны -2-ден 1-ге тең. Яғни, біз жаңа Паули принципінде айтып кеткеніміздей, барлық электрондарда барлық квант сандары бірдей болуы мүмкін емес. Бас квант саны, орбиталь квант саны, магнит квант саны бірдей болды, бірақ спин квант санында өзгешелік бар. Яғни, 1s2-дегі 2 электронның өзіне әртүрлі болып келеді. Келесі 2s2-дегі 3-ші электронға тоқталатын болсақ, бас квант саны 2-ге тең, орбиталь квант саны 0-ге тең, магнит квант саны 0-ге тең, спин квант саны +2-ден 1-ге тең. Төртінші электрон 2s2-нің екінші электроны, яғни біз реттік сан бойынша төртінші электрон, ол бас квант саны 2-ге тең, орбиталь квант саны 0-ге тең, магниттік квант саны 0-ге тең, спин квант саны -2-ден 1-ге тең. Бұл жерде де көріп тұрмыз. Бір деңгейде орналасқан 2 электронның барлық квант сандарының мәндері бірдей болуы мүмкін емес. Ол жерде де спин квант санда өзгешелік бар. Келесі 2p4. 5-ші электронымыз бас квант саны 2-ге тең, орбиталь квант саны 1-ге тең, магнит квант саны -1-ге тең, спин квант саны +2-ден 1. Келесі 6-ші электронымыз, яғни 2p4-тің екінші электроны. Бас квант саны 2-ге тең, орбиталь квант саны 1-ге тең, магнит квант саны 0-ге тең, спин квант саны +2-ден 1. Келесі 2p4-тің үшінші электроны. Бізде реттік сан бойынша 7-ші электрон. Бас квант саны 2-ге тең, орбиталь квант саны 1-ге тең, магнит квант саны 1-ге тең, спин квант саны +2-ден 1-ге тең. Келесі 8-ші электрон, яғни 2p4-тің соңғы электроны. Бас квант саны 2-ге тең, орбиталь квант саны 1-ге тең, магнит квант саны -1-ге тең, спин квант саны -2-ден 1-ге тең. Яғни біз 1s2, 2s2, 2p4-тегі барлық электрондардың квант сандарын анықтап шықтық.